Қалыңыз қалай, инспектор? Жақсы өзіңіз. Автокөлік неғып сыртта толтырмайсыз хаттама? Так, мына жерде 061 порт автокөлік жұмыс жасап жатыр. Бұл Алматы Құлжа тас жолы. Жүргізушілер автокөлікке отырғызып жатыр. Отырып отыр. Далада өздеріңіз көріп тұрғандай күн ашық, жарқырап тұр, ауа райы. Жаңбыр, қар, боран ештеңесі жоқ. Бүгін 19 август. Сағат 10-нан 26 минут өтті. А что этот водителя в салон приглашать? Салон присел? Жарко. Алейкум ассалам. Салонға өзіңіз отырдыңыз ба, или сіз шақырды ма? Ау. Салонға өзіңіз отырдыңыз ба, сіз шақырды ма, или? Кет, документтерін көрсетіп. Негізі сіз көліктен түспей отыруыңызға құқылысыз ғой. Неге отырасыз ол жерде? Қалыңыз қалай, инспектор? Жақсы өзіңіз. Автокөлік неғып сыртта толтырмайсыз хаттама? Батарейка толтырып жатыр. 10% толтырып. Екінші планшет бар емес па? Екіншісі отырып. Олай бола ма разве? Көмек? Қандай көмек керек? Нақсы айтады, электронды жасаған дейді. Каспийіңіз бар ма, аға? Бар. Каспийге кіресіз. Неге шақырып кеткен? Жоқ, Каспийге кіресіз. Аха, өзіңіздің Каспийіңіз ғой, е? Иә. Аха. Сосын госуслуги дегенді басасыз. Все документы дегенді басасыз. Папкаға сохранить. Осы жерде тұрады, аға. Страховой полис дегенді басасыз. На ваше имя нет действующих страховых полисов в авто. То есть сіздің автокөлік. Жаңағы папкаға айтты, папка. Папкадан бәрін бар да шығып тұрған, мен өзіме Қашан жасаттыңыз, аға? өткен айдың 8-і күні. Қағаз бар ма? Ал, қағазы бар ма? Қағаз соны шығарайын деген, ана папкаға беріп қойып, сохранить етіп қойып, файлда. Сізде базада да шықпай тұр, дейін? Страховой полис деп тұр оның папка, осын баспайсыз ғой. Иә, міне тұрғым. Ана сохранить еткен міне бар. Мен даналар жазып алайын, істейін басқа. Еще мен балам да страховка, мен де страховка. Бұл... Халықты, сіз халықты нетесіз? Иә. Бумажы бар ма? Бумажы мұнаны неден шығарады Көп адамдар каскамен шатастырады ғой, А, мына, давайте оны ашып көрейік онда. Мына қазір. Каска лайт дейді. Сіз аға жасатқаныңыз каска лайт жасағасыз. Сіз міндеттелінген сақтандыру полисін жасамағасыз. То есть өзіңіздің көлігіңізді жол көлік оқиғасы болған кезде сіздің көлігіңізді жасайтын страховка жасағасыз. Біреудікін емес. Бұл жағдайда сіз каска лайт емес, міндеттелінген сақтандыру полисін жасауыңыз керек. Енді ана каска лайт дегені ол двухсторонний ғой жаңағы. Иә, ол мысалы сіз келе жатсыз, көлік басқарып, жол көлік оқиғасына түсіп қаласыз, Құдай сақтасын, иә. Біреумен соқтығысып қалған жағдайда сіз кінәлі болсаңыз, сіздің біреудің көлігін жасайтын сақтандыру полисіңіз жоқ. Сіздің сақтандыру полисіңіз өзіңіздің көлігіңізді жасайды. енді біз мыналарға хабарластық, осын жасап бердік. Жоқ, қате ол. Міндеттелген сақтандыру полисі бар өзіңізге. Және де каска лайт. Сізге қазақша түсіндіріп тұрады. Ол сіздің жарамайды автокөлік басқаруыңызға. Ол өзіңізге міндеттелген. Мынау 6.000 теңге ма, 9.000 теңге ма жасалды? Бағасы 20 мың 20 000 теңгеге жасадыңыз ба? 20 мың теңге өзі несі шықты ғой, 20 мың теңге. Honda Одиссей 1995 жылғы 725 Анна Сергей Николай Русский 05 регион. Сол автокөлікке жасалынған. Бірақ сіз каска сақтандыру полисін жасап алғасыз, ағасы. Мына жерде жазылып тұр, каска лайт деп тұр. Каска лайт деп тұр. Бұның сомасы бұл жерде 20 мың теңгеге жасапсыз сіз. Бұл сізге қай жерде жасайды? Онлайн телефонда. Онлайн жасаған кезде дұрыс жасамағасыз, аға. Сіз қараңыз, приложение Народный банкке кіреміз. Қараңыз, мен сізге көрсетейін, қалай жасау керек екен. Лайфхак. Народный банкке кіресіз. Страховка дегенді басасыз. Авто дегенді басасыз. Сосын міне каска, халық каска, каска лайт деген бар. Сіз осыны оформить дегенсіз. Каска лайттың басқа түрі бар, 800 мың теңгеге дейін төлейтін. Каска деген бар міне халық. Соның ішінде ОГПО деген жасау керек, именно. ОГПО.
обязательно гражданская правовая ответственность. Осын жасайсыз. Бағасы қанша? Ол жүргізушінің несіне байланысты, көлігіне байланысты, сіздің классыңызға байланысты, грубый нарушениялар бір жылдың ішінде қайталап жасадыңыз ба, соған байланысты, в общем, көп критерияларға байланысты сумма шығады. Мына жерге гос номеріңізді енгізесіз, тек паспортыңызды енгізесіз, далее дегенді басасыз, соның ақшасын төлейсіз, солаймен жасайсыз. Сіздің жасағаныңыз қазір дұрыс емес. Түсіндірмеді ғой олар. Оны ешкім түсіндірмейді ғой аға, онлайн жасадыңыз ғой. Жоқ, жаңағы біз олармен хабарластық қой. Аха. Хабарласып, жаңағы код айттық, ана операторға хабарластық. Осындай код барады, соны айт. Осындай сонымен жіберіп отырдық та жасадық қой. Мынау анаған жарамайды. Айтпады ғой. Ондай бар, оператор бар. Енді аға, автокөлік сіздің атыңызда ма? Иә. Сіздің атыңызда болса, онда сізге қазір айыппұл салынады, және де сіз осы жерден сақтандыру полисін жасап алғаныңыз дұрыс, себебі әйтпесе полиция қызметкерлері сіздің автокөлігіңізді айыптұраққа қоюға мәжбүрлі. Себебі сіз қазір жол көлік оқиғасы. Міне, қараңыз, біз полицияға келген, сіз не тұрсыз? Міне, даже өзінің сақтандыру полисінің адамы келіп тұр, сізге түсіндіріп тұр. Мынаны мен қайтарып бере алмаймын. Мен болса маған мынаны керек жоқ. Жоқ, оны қайтарып бермейді, оны өз еркіңізбен жасадыңыз ғой оны. Сіз дұрыс жасамаңыз, дұрыс таңдамаңыз. Түсіндірмеді да бізге. Қарап тұрып шығыннан қарап. Біз бар, мен мынаны балама да тіркедім. Сізге қазір айтып тұр ғой. Қазір айыппұл салынады. Және де қазіргі уақытпен сақтандыру полисін жасап алыңыз. Мысалы, мына кісі сізге көмектесе алады. Қалай? Оны сіздің неңізге байланысты ол. Мен хаттамасын етемін. Пока қараңыз, қазір сізге көмектеседі енді. Егер мен каспиімді ақшам жетсе. 12 айға міне қазір бағасы шығады аға. Қазір загрузка болып отыр, қазір тұра тұрыңыз. 13-ші класста екенсіз аға? Онда. Адрес проживания қай жер? Алматы облысы ма? Иә, Алматы облысы. Стоимость қазір 21.253 теңге сізге аға. Ондай ақшаңыз бар ма? Болу керек. 21.253. Иә. Бірінші жолға аяр мырза, сақтандыру полисі болмағанда кешірім бар ма? Жоқ, қарастырылмаған кешірім. Каспиіңіздің коды керек аға. Өзіңіз кіріңіз. Өзіңіз оплата жасаңыз сол жерде қазір тұра тұрыңыз. Аха. 21.253 теңге оплатить. Болды, жасалынды. СК Евразия по номеру. Мінекеңіз, инспектор. Так. СК Евразия по номеру счета заказа мін. Қазір уақытта жасалынды. Қазір SMS келеді қазір. Қазір SMS келеді. Атак ақшасы төленді, міне страховкасы жасалынды. Аға 13-ші класс болғаннан кейін 21.000 теңге шығып тұр аға сізге. Полис заключен. Мергенбаев Е дейді. 725 Анна Сергей Николай Русский 05 регион 20-сынан бастап биылға осы айдың, биылғы жылдың келесі 27 жылдың 19-на дейін 8 айға дейін. Мінекеңіз полиция қызметкері. Полис заключен. Евразиядан келді СМС. Каспийден ашсам келе береді. Жоқ, біріншісін сіз түсіндіңіз ба, сізге түсіндіре алды ма? Каска лайттың не екенін? Иә. Енді Каспийге кіріңіз аға, Каспийге. Каспийден жаңағы страховкаңыз шыға ма екен? Жоқ, оны артқа шығып кетесіз. Госуслуги. Все документы. Страховой полис. Мына Honda Odyssey. Міне шықты. Көрдіңіз ба? Енді сақтандыру полисіңіз осы жерден шығып тұр. Бұл қашаннан бастап жарамдығымен түсіндіріңіз. Бүгін түнгі сағат 12-ден кейін барып жарамды болады аға. То есть 20-сына ауысқаннан кейін дата. Бүгін 19 ғой. 20-сына ауысқаннан кейін барып жарамды болады. То есть сіз қазір Құдай сақтасын біреумен соқтығысып қалсаңыз, ақшасын қалтаңыздан ғана төлейсіз. Сақтандыру полисі төлемейді. Ертең төлейді. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз, жолыңыз болсын. О, көкеу. Науыңызға жазып берем деп тұрмын, дұрыс па? Қол қой, болды, сау бол. Келсем деп тұрмын. Иә, болды. 102 не үшін келмей жатыр? На, білмеймін. Мен 102 шақырдым ғой. Білмеймін, 102 сіз деп тұрсыз ғой. На, қол қойсам. 102 сіз ба? О, мен участок. Сіз келесіз 102 болып. Иә, мен 102. Енді келсеңіздерші маған, көмектеспейсіздер ма? Кім? Бекзат, қой салшы. 102 келмейін ба сонда? Бекзат, қой сал. Қоям ғой? На, қой сал қол. 102 келсін да. Қоймайсың ба? Жоқ, қоям деп тұрмын. Қоям десем На, қоя сал, давай, все, мен поехал. 102 келсін да енді. Қоя сал, 102 не үшін келмейді? Білмеймін. Звондап сұра. Сұрайық та енді, сұрап алайық. На, қоя сал қолды.
Қоймайсың ба? Қоям деп тұрмын Мына ғой. қоя сал, болды. 102 келсін де деймін. Қоя сал.